Сондықтан осы жерде ақылдың өзін, құрметті жамағат, дұрыс тану керекпіз. Сенің үстемдігіңе серт, әлбетте мен олардың барлықтарын ақылдарынан адастырамын. Сосын сөзді қосады. Илля ғибадака минхумул мухласин. Мухлас, қазір мағынасына келеміз. Арнайы таңдалған құлдарыңды айтпағанда, басқасының барлығын ақылынан адастырам дейді. Яғни аманатқа берік құлдар болады. Түсіндіңіздер ғой? Сол бізде ықылас деген жаңағы ұғым бар, өздеріңіз білесіздер. Аллаға ықылас қою деген нәрсе. Әрбір мұхлис бұны ықыласты құл деп атайды. Мұхлис, ықыласты құл. Алла тағаланың дидарын іздейді әрбір амалында дегендей нәрсе. Бірақ әрбір мұхлис мұхлас болмайды екен. Бұл жерде мұхлас деген нәрсе айтылған. Мұхлас деген сөз, құрметті жамағат, өзіміздің қарапайым тілмен түсіндіргенде адал деген сөз. Адал құлдарынан басқаның бәрін ақылынан адастырам дейді. Қараңыздар, мұхлас, адалы, Алла тағаланың адал құлдары, Аллаға берілген. Олар Алла тағалаға ықылас қоюлар арқылы Алла тағала оларды ықыласына бөлеген деген сөзді. Қараңыз. Алла тағала ықыласына бөлеген оны. Міне сол адал құлдарынан басқаларда мен ақылынан адастырам дейді. Осы жерде қараңыз енді. Араб тілінде ықылас, кім ықыласты болса, ол құтылды. Біздің әдебиетте бұрын қалас деген сөз болған. Ықылас, қалас. Қалас деген сөз құтылды деген сөз. Қалас болды деп келеді әдебиетте. Ақыреттің қамын қармасаң, қалас боласың деген сөздер бар әдеби тілінде. Яғни ақыретті қамданатын болсаң, құтылдың дейді. Сол құтылу жолы қай жақта? Құтылу жолы Аллаға адал болуда екен өзі жалпы. Неден құтыласың? Ол бүкіл жердің бетінде қателік жасаудан, мысалы айтайық, сондай қателік жасаудан, күнә жасаудан құтыласың да. Осы адалдық деген сөз, құрметті жамағат, мына жерде өздеріңіз байқадыңыздар. Адам алейхиссаламды жаратылған кезде Алла тағала Адам алейхиссаламды ақиқатпен жаратқан. Құдіреті көрінді қалай жаратқаны. Ақиқатпен жаратты, сосын ақиқат үшін жаратты. Сізде басқа ерік жоқ. Ақиқатпен жаратты, сол себептен сіз барсыз. Ол қаламағанда сіз болмайтын едіңіз деген нәрсе. Ол ақиқатпен жаратты сізді. Ақиқат үшін жаратты. Сосын махаббатпен жаратты. Қараңыз, бейнеңізге қалай жаратқан сізді. Көздеріңіз, өзің жаратылысыңа қараңыз. Вафи анфусикум афала тубсирун. Өз бойларыңда да белгілер жетеді ғой дейді. Көрмейсіңдер ма көздеріңмен деп айтады, мысалы. Махаббатпен жаратқанда Алланың сізге деген, мысалы, адалдығын қараңыз, құрметті жамағат. Алла тағала сізге сондай адал. Сізге қарым-қатынасы таза. Алла тағала ешқашан сізге жамандық жасаған емес, жасамайды да. Ол сізге жақсылықтан басқа нәрсені жасамаған ешқашан. Сүрінген кезіңізде көтерген сол. Анау кішкентай күніңнен жаңағы түні бойы анаңызды ұйықтатпай қойған сол. Қараңыз. Сізге адал ол, сізге деген қатынасы, байланысы таза өте. Сол махаббатпен жаратқан. Осы мағынада да өздеріңіз білесіздер, Абай атамыздың сөзі бар ғой. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті дейді. Жаннан тәтті сүю бізде қалыптасқан жоқ әлі. Оған мысалдар келтірейін мен. Бәрімізге Аллах тағала пайдасын берсін. Пайғамбар салсам сахабалар мынандай бір хадис айтады. Ла ю'мину ахадукум. Барлығы иман келтіргендер негізі. Сахабалар барлығы иман келтіріп отқан адамдар қасындағы. Сонда айтады. Ла ю'мину ахадукум. Сендердің ешбіреулерің иман келтіре алмайды дейді. Өйткені иманның ұғымын көтерейін деп отыр да. Хатта акуна илейхи
ахабба мин малихи ва валадихи ва нафсихи. Қараңыздар. Ва наси аджмағин. Мен оған сүйіктірек болмайынша дейді. Қараңыз. Малынан, отбасынан, жанынан, және бүкіл адамдардан. Осы хадисті оқимыз да біз амал жасап жүрген сияқты боламыз. Алданатын тұсымызды көрсетейін. Біз Алланы адамдардан артық көреміз. Жаныңнан артық көрген жоқсың әлі. Сондықтан адамдардан артық көруің адасу. Сол себептен адамдарға біз есеп береміз. Анау не істеп жүр деп. Қараңыз, біз қалай кетіп бара жатырмыз. Осы нәрсені сахабалар Алла Тағаланың пайғамбарымызға таңдаған адамдар ғой, қасына серік болуға. Енді ішінде бір дерт болса, ішінде бір дұрыс емес нәрсе болса, пайғамбарымыздың алдына келіп ашады ғой бүйтіп. Қараңыздар. Ауруын жасырған өледі дейді ғой бізде. Сонда Омар радиаллаху анху жаңағы хадисті естіп айтады: "Я Расулаллах, я Аллахтың елшісі. Аллахи, Алла мен ант етем дейді. Анта ахаббу илайя мин кулли шейин. Сен маған күллі нәрседен сүйіктісің. Илля мин нафси. Тек өзімнен артық сүйемей тұрмын дейді сені." Қараңыз, біз осы жерде проблема, құрметті жамағат. Осы жерде бүкіл проблема үмбетте болып жатқан нәрсе. Осы жерде кетіп отыр да. Қара, Омар қалай ашып отыр. Ашық айтып отыр да. Мен күллі нәрседен сені артық көремін, Аллахтың елшісі. Бірақ өзімнен артық көре алмай тұрмын дейді әлі. Бізде бар ғой бұл дерт. Сонда пайғамбарымыз салсамды қараңыз. Пайғамбарымыз Аллаға адал. Омардың осы күнге дейін жасап келатқан еңбектері, Омардың ықыласы, құлшылығы, тахаджуды, намаздары, қиыншылықтары, сабырлығы барлығы пайғамбарымызбен бірге болған. Ол Алланың адалы пайғамбар салсам. Ол ешқашан сіздің нәпсіңізге ешқашан ұнамайды ол кісі. Есіңізде болсын. Сонда Омарға айтады ғой: "Ла валлази нафси биядихи." Жаным өзінің қолында болған Алламен ант етемін. Мынауың болмайды, ей Омар дейді. Сосын қайталайды: "Ла ю'мину ахадукум хатта акуна индаху ахаббу илейхи мин нафсихи." Ешкім сендерден иман келтіре алмайды. Мен оған оның нәпсісінен, өзінен, жанынан да сүйіктірек болмайынша дейді. Жаңағы сөз айтылған кезде Омар радиаллаху анху айтады: "Валлахи" дейді, "Алла мен ант етем" дейді. "Я Расулаллах, я Аллахтың елшісі. Фала антал ана ахаббу илайя мин нафси." Сен дәл осы сәттен бастап қазір маған нәпсімнен сүйіктісің деген. Нәпсіңнен пайғамбар сүйікті болғаннан кейін, құрметті жамағат, сіздің нәпсіңізге ерік жоқ енді. Түсіндіңіз бе? Ерік жоқ сізде. Қараңыз ол жерде. Алланың елшісі бұлай дей ма, солай болды. Сенде наразылық болмайды. Ол нәрсе, жаңағы іблісті қозғап жүрген нәрсе осы еді. Ол осы тұстан адастырғысы келеді бізді білімнен кейін. Білім алып жатқандарды адастыруы өте тиімді қоғамның жаңағы мұсылман үмбетін бітін шығаруға оған. Білім алып, білім үйреніп жүргендердің осы тұстан басады да. Өйткені білім алып жүргендер арқылы тарайды ғой ақпарат. Сондықтан, егер де өзіңді Алланың елшісін, өзіңнің нәпсіңнен әлі артық көрмесең, нең бар басқаларда? Кімнен артық болып тұрсың сен? Анғам сүресінде айтады: "Уама алаллазина яттақуна." Алдындағы аятты қосып кетейік, мағынасы ашылатындай. "Ва иза раайталлазина яхудуна фи аятина." Ей пайғамбар, егер сен көріп қалсаң дейді Анғам сүресінде, ана біздің аяттарымызға қатысты бос сөз сөйлеп жүргендерді дейді. Яғни солардың қасында болып қалдыңыз да. Ол біздің аяттарымызға деген сөз сол аяттардағы бір үкімдер жайлы да. Біреулер көп сөйлеп атқанын көріп қалсаң, фағрида анхум. Қарас, ол жерден отырма дейді. Хатта яхуду фи хадисин гойри.
басқа әңгімеге қайтып келмейінше онда отыра бер дейді. Қараңыз. Сен жаңағы сөзіңді, Құранның сөзін жеткізуің үшін оларға. Сосын мына нәрсені айтады. Мұсылманды ақтап сөйлеп отыр Алла Тағала, ақтап сөйлеп отыр. Қараңыздар. Ва имма юнсияннака шайтану. Егер де шайтан ұмыттырып жіберсе саған осы ережемді дейді. Құранға тіл тигізіп атқандардың қасында, Құрандағы бір үкімге тіл тигізіп атқандарға байланысты бір отырып қалған болсаң дейді. Шайтан егер саған ұмыттырып жіберген болса, фәлә тақуда бағда зикра мағал қауми залимин. Әлгі әділетсіз адамдармен, яғни адалдықты түсінбейтін Аллаға, сол әділетсіз адамдармен бірге біз есіңе түсіргеннен кейін отырма дейді. Сосын бізде ондай адамдарға жатырқау деген нәрсе кетіп қалды. Түсінесіз ба? Жатырқаудың шекарасы бар, мысалы. Сосын егер де біз, мысалы, сөйлегіміз келсе, осылар тым түсінбейді, ұқпайды, ақыл қайда бұларда деген сөзді айтайын десек, Алла Тағала айтады: "Ва ма алаллазина яттақуна мин хисабихим мин шей". Жалпы мен сендерді тақуа қылғанда дейді, бізді тақуа деп тағы иманымызға әсер ету үшін сөйлеп жатыр да. Алладан қорқып жүргендердің дейді, олардың жаңағы істеріне қатысты сырттарынан есеп беріп сөйлеу қажет емес дейді ол. Қараңыз. Валакин зикра, бірақ сен естеріне түсіру деген нәрсені ғана ұстан дейді. Мыналарың болмайды, мынау былай деген. Бірақ есептеп сыртынан үкім шығара берме оларға. Сосын айтады, жаңағыдай еске түсіру, соны ұстан дейді. Еске түсір. Сосын аяттың соңын қараңыздар. Лағаллахум яржиғун. Мүмкін сен еске түсіріп атқан кезде мен біреуіне тура жолда нәсіп етіп, бәлкім олар дейді райларынан қайтар дейді. Дұрыс екен сіздікі деп. Осы нәтижеге жұмыс істе дейді сен. Бірақ есептеме дейді оларды. Есеп бере беру деген нәрсе сырттан болмайды. Есепшісі бар ғой, Алла Тағала ғой. Түсіндіңіз ба? Сондай-ақ сізге Алла Тағала тура жолға салғаннан кейін шайтан алдайды бізді. Мысалы, ана жерде бір адам арақ ішіп жүр. Сол көзімізге көрініп қалған кезде біз қалай қараймыз оған? Өз біреулерді ұқпаймыз. Неге ішеді бұлар? Мысалы, негізі ол емес. Негізі сенің қолынан алып жамандықтан қайтара алсаң, қайтар. Егер де сен оның қолынан алып жамандықтан қайтара алмасаң, сенің сөзің не керек? Алла Тағала сенен ақыл сұрап отыр ма? Сосын сіз біліңіз сол жерде. Сол адамға сен қарағандай Алла қарамайды, олай. 6 айдан кейін, немесе 1 жылдан кейін намаз оқып кетеді ол. Неге? Алла сен қарағандай қарамайды ешқашан, есінде болсын. Сені көмекші етіп алмайды ол ешқашан. Шайтанның жаңағындай нүктелерін басу арқылы біз адасып та кетуіміз мүмкін өзіміз. Бір ойларда, бір істерде, бір қылықтарда. Біреуге соны тықпалап оны да адастырып жіберуіміз мүмкін бізді. Сондықтан Алла Тағала әдемі несін айтады? Ма ашхаттухум халқас самавати вал ард. Жалпы мен бұл адамзатты болсын, қараңдар, жындарды болсын, көктер мен жерді жаратқан кезде куә қылмаған дейді оларды. Қараңыз. Валя халқа анфусихим. Адамның өзін жаратып атқанда адамды өзінің жаратылысына куә қылмаған дейді мен. Сені қандай қылып жаратайын деп сұрақ қоймағам дейді оған. Вама кунту муттахизал мудиллина адуда. Мен ешқашан адастырушыларды, яғни адасуға бейім адамдарды өзіме жәрдемші қылып алмаймын дейді. Көрдіңіз ғой. Сондықтан ойларыңызда өзін байқаңыз. Шайтан Алла Тағала Ағраф сүресінде айтқандай: иннаху яракум хуа ва қабилуху мин хайсу ла тараунахум. Олар сендерге бір жоспар кеп адастырам деген кезде, ол сендерді көріп тұрады дейді. Оның қабилуху, ол қасында өзінің жаңағы адастыруға алып кеткен жындары қасында қоса тұрады дейді. Ол да достары, сыбайластары барлығы сені көріп тұрады дейді. Мин хайсу ла тараунахум. Бірақ сендер оларды көрмейсіңдер дейді. Қараңыз. Не үшін жүр ол шайтандар? Инна жағална шаятина аулия лиллазина ла юминун. Әлгі иман келтірмейтіндерге дос қып қоямыз дейді сол шайтандарды. Көрдіңіз ба? Сондықтан ол келіп, қай жақтан келіп, сізді мысалы, сіздің бойыңызда қандай сипат бар, мысалы, жағымсыз исламға, сол сипатты дамытады ол. Тәкаппарлық деген мәселе, мысалы, менсінбеу.
Міне сондықтан құрметті жамағат, бұл адалдық деген нәрсе тақырып, айқын тақырып бұл.